Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма подписать етіп және қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтыным еттен пирог жасаймын. Оған керек заттар: ұн, фарш және май, сары май, жұмыртқа және салмасына пияз, сәбіз, картошка керек. Ал ең алдымен ұнымызды алып, мен 1 килодан жетер-жетпес ұн алдым. Осыған майымды қосып және 2 жұмыртқамды салып, енді және 2 қасық қаймағымызды саламыз. Осылай енді суға 1 қасық тұзымызды салып алып, шамалы қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Осылай қамырымызды илеп отырып, суымызды құйып, осылай қамыр шығарамыз. Жұмсақ қамыр шығады. Достар, описанияға жазып кетем граммдарына дейін. Енді 2 пирог жасаймын мен еттен. Енді салмасына келетін болсақ, салмасына көк пияз және жуа кәдімгі, сосын сәбіз, картошка және шамалы капуста қостым. Сосын 1 кішкентай тіс чеснок, соны қосамыз. Енді ең алдымен фаршымызды свежий, оған кішкентай май құйдым, растительный масло, соны құйып алдым. Сосын көк пиязымызды саламыз және де үлкен ақ пияздарымызды осылай турап саламыз. Үлкен пияздардан көп қостым, 5-6 пияз қостым. Пияз қосылған пирогта өте дәмді шығады. Сосын жаңағы картошкамызды осылай ұзынша етіп турап алып қостым. Енді одан кейін сәбізімізді осылай ұзынша етіп және ішкелеп осылай қосылатын боламын. Осылай қосып, енді кішкентай чесногымызды қосып жіберейік. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Бұл фарш тұздалмаған, свежий фарш, сиырдың фаршы. Сосын тұз салдым. Енді шамалы перец, қара бұрыш қосам. Сонымен араластырамыз. Енді тестамызды алып, қамырымызды алып 4 бөлікке бөлем. Өйткені 2 пирог шығарамын. Осылай 2 пирог жасаймын. Енді біреу бетіне, біреу астына осылай жұқалап жайып аламыз. Достар, мен каналыма тіркеліп, подписать етіп және қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және видеоның соңына дейін қарауды да ұмытпаңыздар. Осылай менің рецебіммен пирог жасаңыздар, өте керемет болып шығады. Енді қамырымызды жайып алдық. Сосын духовкамыздың ыдысын әкеп, астына кондитерлік қағазымызды төсеп, қамырымызды жайып төсеп аламыз. Енді астыңғы бөліміне жаятынымызды да жайып төсеп алдық. Енді бетіне жабатын қамырымызды да жайып алдым. Осылай салмасын салдық. Жоға емес, қалыңымыз орташа сала беріңіздер, салмасын. Сосын 170 градуста 45 минуттай пісіріп аласыздар, жай отта. Енді бетін қамырымызбен жабамыз. Осылай қамырымызбен жайып жауып аламыз. Және жан-жағын тегістеп жабамыз. Осылай жауып аламыз да, жан-жағын өрнектеп жасап тастаймыз. Осылай жан-жағын тегістеп аламыз. Өте керемет пирогтардың бірі шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Астыңғы описанияға жазып кетемін. Осылай рецепттермен жасасаңыздар болады. Және де басқа да жасаған рецепттер бар, соған қарап жасап үйреніңіздер, жасап беріңіздер балаларыңызға. Өте керемет пирог шығады. Енді жан-жағын жауып тегістеп алдық. Енді бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Осылай жұмыртқамыздың сарысын тегістеп барлық жерге тигізіп жағамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және тіркелмеген болсаңыздар,
тіркеліп кетіңіздер. Осылай жұмыртқаның сарысын жағып алдық. Енді бетіне күнжіт жағамыз. Күнжіт себеміз. Енді сомен пешімізге қойып алдық. 170 градуста 45 минутқа ас болсын.